Түні құсының кенеттен бөлінуі ер адамдарды күйзеліске ұшыратады. Көптеген ер кісілер 40-тан асқан соң зәр шығару проблемаларынан зардап шегеді. Оған себеп қуық асты безінің аденомасы, простатит. Бұл еркектердің арасында өте көп кездесетін дерт. Ер азаматтардың несеп жолдар жүйесі сырқатының емін Ер спорт компаниясы ұсынады. Заманауи ер тоқым зәр жіберуді тұрақтандырады және репродуктивті жүйе жұмысын қалпына келтіре отырып, простатамен тиімді күреседі. Ата-бабаларымыз ат үстінде көп отырғандықтан простатит ауруы болмаған. Ғылымға жүгінсек, аттың бір қалыпты жай жүрісінің өзінде, оған мінген адамның денесінде 110 түрлі тербеліс туады. Заманауи ер тоқым арқылы атқа мінген адамның бойындағы күш пен сенімділікке ие бол.